Баршаңа сәлем. Бүгінгі видеода Поворот не туда 2 фильмінің қысқаша шолуын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бастапқы кадрларда біз Кимберли атты жас қызбен танысамыз. Ол Апокалипсис атты телевизиялық шоудың қатысушысы. Қазір орман ішінде көлікпен келе жатқан себебі де сол, Апокалипсис ойыны өтетін жерге бара жатыр. Қыз көлік тізгіндеп отырған бір сәтке ұмытып, телефонға көз қырын салып қояды. Айналдырған бірер секундтың ішінде Кимберли алдынан атып шыққан адамды байқамай қалып, көлікпен қағып өтеді. Абыржып тұрған қыз жерде жатқан адамның не тірі, не өлі екендігін анықтауға тырысып жанына жақындады. Сөйтсе, бұл адам жегіш каннибал болып шықты. Бейтаныс адам оянып кетіп салған беттен Кимберлидің ерінен тістеп алады. Артынша Кимберлиді балталы адам күтіп қарсы алып, қызды екіге бөліп жіберді. Шоу түсірілетін аймақта әріптестер Кимберлидің неге кешігіп жатқандығын түсінбей дал болуда. Кейін қыз хабарсыз кеткен соң оның орнына продюсерді қояды. Шоу өз бастауын алды. Ұйымдастырушы қызметіндегі Дейл өзінің үндеуін бастап, орман ішіндегі ойын кезінде сигнал соғатындығын ескертті. Негізінен осы сигналдардың кесірінен орман ішіндегі каннибалдарды оятып алған еді. Нег атты бағдарламаның камерасына жауапты маман орман ішін аралап жүр. Жай ерігіп аралап жүрген жоқ. Ағаш бұталар арасына камера орналастыруда. Осы сәтте жігіттің артынан каннибал келе қалып, тамақ тұсынан пышағын зу өткізіп қалады. Ник қаза тапты. Дейл қатысушыларға ойын ережесін түсіндірген соң өзі мотоцикліне жол тартты. Келсе, көліктің екі дөңгелегіне жебе қадалған. Айналасынан күдіктенген жігіт жалтақтаған күйі тығылатын жер іздейді. Сонда оның көзіне орман ішінен бір каннибал көрінеді. Артынша қарай бергенде Дейлдің дәл жанынан ірі денелі каннибал шығып келіп, жігіттің арқа тұсын жаралайды. Мара мен Нина атты екі қатысушы қыз орман ішін аса қызығушылықпен аралау үстінде. Өзен жағасынан екі ғашықты байқап, кейін байқаусызда бейтаныс үйге жолығады. Өз бастарына бәле тілегендей екі қыз ешқандай қорқынышсыз үй ішіне кіреді. Үйдің тұрғындарын шақырып, олармен танысу ниеттерін көрсетеді. Алайда үйде ешкім жоқ. Есесіне олардың фотолары айна жиегінде ілулі тұр. Мара мен Нина бұл фотоларға қарап, отбасының мутант адамдар екендігін түсінді. Мутант отбасының кіші қыздары, анасы, әкесі секілді мүшелері бар. Сол сәтте екі қыз үрей құшағында қалды. Ал сырттан айқай дауыстар естілді. Екеуі бөлме ішіне жасырынып, ас үйге сығалап қараумен болды. Мұнда келген ана мутантпен қызы адамға жат қылықтар жасап, есік артындағы екеуін қорқытумен болады. Қыз мутант Нина мен Мараны байқап қойып, бөлме есігіне атылады. Бірдеңе қылып жүріп, екі қыз үй сыртына шығып үлгергенде әке мутант Мараның басына балта қадап тастайды. Қашып үлгерген Нина өзінің командасына төніп тұрған қауіпті ескерткісі келеді. Бұл уақытта өзен жағасында күнге қызырынып жатқан Елена оқыс жерден мутант каннибалдың қалай келіп қалғандығын байқамайды. Солай тағы бір қыз өлім құшты. Дейл есін жиса арқандаулы күйінде ағашқа терісіне салбырап тұрғандығын түсінеді. Жанына келген мутант оны мазақ еткендей ішін пышақпен ұрады. Байлаулы болса да Дейл алдындағы қарсыласына жақсы соққы беріп босап шығады. Тұра сала Дейл қолына қару алып алдындағы мутантты атып түсірді. Майкл түсірілім камераларының істен шыға бастағандығын байқап, оны жөндеуге кірісіп кетті. Осы сәтте фургон ішіне мутант әке кіріп келіп, Майклды өзінің азығы етеді. Бұл уақытта Эмбер мен оның жұбы орман ішіне барлау жүргізуде. Екеуінің жолы болып мутанттарға жолықпады. Алайда олардың тамақтану орнын тапты. Екеуі мұнда пісіп тұрған етті адам еті деп тіпті ойламады. Оны олжа деп қуанған күйі қайта түсірілім алаңына келді. Мұнда тамақтануға Джонси қосылды. Үшеулеп отырып алдарындағы етті аса басып жей бастады. Сонда тамақ үстіндегі отырғандарға Нина келіп қосылды. Тек оның ойы тамақта емес, достарына мутанттар жайлы ескерткісі келеді. Бірақ бұлар оны мазақтап сөздеріне сенбейді. Сонда Нина алдарында жеп отқан еттен эмбилердің денесіндегі татуды көрсетеді. Сонда тамақтанып отырғандар бұл еттің адам еті екендігін түсінеді. Нинаға сенген соң олар жан сақтау мақсатында орманды кезіп, қауіпсіз жерге жол іздей бастады. Бұларды орманда мутант әке мен оның ұлы кезіктірді. Қашу барысында Нина беті шөппен жамылған шұңқырға түсіп кетеді. Ал Эмбер мен жанындағы жігіті жерге құрылған тұзаққа түсті де ағашқа салбырап қалды. Еш амалсыз тұрған екеуін мутант әке мен ұлы келіп атып алды. Джонси шұңқырға құлаған Нинаны зордың күшімен жүріп шығарып алды. Дейл өзінің бұрынғы әскердегі шеберліктерін іске қосып, мутанттардың үйін жаулардан тазалады. Дейл жалғыз емес, ол үй ішінен тұтқындағы шалды тапты. Оның айтуынша кезінде бұл жерде адамдар тұрған, кәдімгідей жақсы өмір сүріп, мәдени қоғам қалыптасқан. Алайда химиялық улану орын алып, мұндағы аймақ өмір сүруге жарамсыз болып қалады. Басқа адамдардың барлығы көшіп кетсе, тек осы отбасы ғана қалып, нәтижесінде мутант бала туыла бастайды.
Әңгімесін айтып отырған шал бұл отбасының бастапқы ұрпақ таратушы әкесі өзімін деп атайды. Сол сәтте Дейл алдындағы динамитті жағып жіберіп, шалдың қолына ұстата салады. Бірер секунд өткенде шалдың парша-паршасы шығып, жарылып кетеді. Дейлдің көзі қанға толды. Қолына қажетті деген көлемде динамит алып, бетін балшықпен бүркемелеп, қалған топ мүшелерін қорғауға аттанады. Нина мен Джейсон қалың орман ішімен жүре отыра, мұндағы фабрикаға жолықты. Ішіне кіріп, екеуі қандай да бір байланыс құралын іздейді. Нина мұндағы жерге каннибалдар келе қоймас деп үміттенеді, алайда шындығына келгенде олардың дәл жанында каннибалдар орналасқан еді. Екеуінің құлақтарына Майклдың айқайы келді. Айналасына көз тастап қараса, өздерінің мініп келген фургон көліктері тұр. Джейсон жігітке көмектесемін деп, еш күдіксіз фургон ішіне кірсе, бұл жерде Майклдың өзі жоқ. Мутанттар жігітті тұзаққа түсірді. Ноутбукта Майклды көрсетеді. Ол мутанттардың құрсауында. Уақыт өткен сайын жігіт қиналып, соңында Джейсонның көзінше қаза тапты. Фургон сыртында Нина мутант қызбен кездесіп қалды. Бұл уақытта далада қараңғы батып, Дейлдің бетіне жаққан қара күйелері іске асып, оны бетін бүркемелей бастады. Нина есін жиса, каннибалдар отбасымен бірге дастархан басында отыр екен. Олар Нинаны өлтірмейтіндей, бірақтан да қыздың қарсылығына қарамастан оған адам етін жеуді мәжбүрлейді. Дейл қараңғылықпен үй маңына жақындап келеді. Аяғын аңдап баспаған жігіт байқаусызда дыбыс шығарып қойды. Тамақтанып отырған әке мен балалары Дейлдің соңына түсті. Жігіт олармен кездескенде әкейдің арқасына жебесін қадайды. Жай жебе емес, динамит тағылған жебе. Оны балалары жұлып алуға тырысып жатқанда динамит жарылып кетіп, нәтижесінде бір оқпен 3 бірдей мутант өледі. Мутант анасы бұлардың соңынан кеткенде Дейл Нина мен Джейсонды босатып алды. Сол сәтте қолына садақ ұстаған мутант есіктен кіріп, Дейлді атып түсірді. Ол қаза тапты. Нина сыртқа шығып үлгерді. Қыздың қашуға мүмкіндігі бар, ал Джейсон ас үйдегі ет тураушы аппараттың жанында қалып қойды. Мұндай шақта Джейсонның миы жасамай қалғандай, аппараттан әрі тұрудың орнына оның жанынан шықпай, ақыр аяғында мутант ана оны аппаратқа итерді. Джейсон өлермей халде қалды, әрі не бері қозғалса болды, өмірімен қош айтысады. Сонда Нина үй ішіне оралды. Бөренеге әйел мутанттың басын соғып, кейін өлім аузында жатқан Джейсонды құтқарып алды. Сол сәтте мутант ер адам үй ішіне еніп кірді. Енді екеуімен айқасу керек. Нина бұлардың жоюдың амалын тауып алғандай, алдындағы арқанға тартылған бөренені сілкіп-сілкіп жіберіп еді. Ол серпіліп, әйел мутант пен ер мутантты ет тураушқа салып алып кетті. Осылай мутанттардан құтылды, ал ендігі мына қандай аймақтан қашып құтылу керек? Нина мен Джейсон Эмберлидің көлігін тапты. Соны қашу мақсаттарына пайдаланып құтылып кетті. Фильмнің соңғы кадрлары бізге жаңа туған мутант сәбиді көрсетеді. Бұл деген сөз, мутанттар жойылмады, ендігі олар басқа аймақтағы адамдарға шабуылдайтын болады. Ал бүгінге біздің шоуымыз осымен тәмам. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.